Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ең алдымен тауық етін аламыз. Тауық етінің осындай сыртқы қабығын алып тастаймыз. Бізге ол қажет емес, тек қана еті қажет болады. Осылай сыртын алып тастағаннан кейін осылай кесіп аламыз. Тауық етімізді маринадтаймыз. Ол үшін бізге айран қажет. Айранды құямыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына салып кететін боламын. Одан кейін тауыққа арналған бульонды қосамыз. Сосын шашликке арналған приправа қосамыз. Және де кішкене қара бұрыш қосамыз. Одан кейін паприка қосамыз. Және де дәміне қарай тұз себеміз. Салып болғаннан кейін 5 тісше чесногымызды езіп қосамыз. Одан кейін үлкен қасықпен 1 қасық соевый соус құямыз. Барлығын салып болғаннан кейін маринадымызды барлық етімізге жағып шығамыз. Осылай. Одан кейін маринадты сіңгенше қойып қоямыз. Маринадталып болғаннан кейін қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін етімізді ғана аламыз. Сүйегін барлығын алып тастаймыз. Осылай алып етімізді майдалап турап шығамыз. Тауық етіміздің барлығын турап алдық. Осылай бір ыдысқа салып қоямыз. Одан кейін қиярымызды, капуста, қызанағымыздың барлығын ұзынша етіп турап дайындап қоямыз. Сонымен қатар картошка фри қуырамыз. Фридің жасау жолы менің каналымда бар. Не болмаса осы видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Енді бір ыдысымызға майонезімізді және де кетчупымызды құйып, араластырып дайындап аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, және де өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Енді донерімізді жасап бастаймыз. Бізге осындай лаваш қажет. Лаваштың үстіне жаңағы жасап алған соусымызды жағып аламыз. Осылай жағып алдық. Одан кейін үстіне кезек-кезек тауық етімізді, сонымен қатар капуста, қияр, қызанақ, картофель фриіміздің барлығын үстіне рет-ретіне қойып шығамыз. Және де кішкене үстіне соусында құйсаңыздар да болады. Одан кейін лавашымызды осылай екі шетінен қайырып, осылай мен сияқты қайталап жеп аласыздар. Тағы да бір рет көрсетіп шығайын. Лавашымызды алып, үстінен соусымызды жағып аламыз. Одан кейін тауық етімізді, қиярымызды, капуста, қызанақ, картофель фриіміздің барлығын салып шығамыз. Салып шыққаннан кейін лавашымыздың екі шетінен бүктеп ораймыз. Міне дәл осылай екі шетінен бүктеп орап аласыздар. Міне барлық донерлеріміз орап алдық. Менде 13 штук шықты.
Endi donnerimizni skоворodkamizga osılay salib, iki şeklinde aunatib, qizartib alamiz. Yine bo'lmasa donnerga arnalgan o'zining qisartatini bar, so'g'an jasasangizlar da bo'ladi. Osılay barliq donnerimizni iki şeklini qizartib alamiz. Mine bizning uy жағдайында donnerimiz dayım bo'ldi. Osılay жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен оригинал рецептпен үй жағдайында бургер жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ал бургеріміздің қамырын жасауды бастаймыз. Осылай ыдысымызға жылы сүтімізді құйып дайындап аламыз да, үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Және де үлкен ас қасықпен 2 ас қасық қантымызды салып, 1 ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де ерітіп алған сары майымызды қосамыз. Одан кейін 1 жұмыртқамыздың ағын саламыз. Ал сарысын басқа ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Оны бургеріміздің қамырын пісірген кезде үстіне жағатын боламыз. Осылай барлығын салып алғаннан кейін араластырып аласыздар. Араластырып алғаннан кейін үстінен ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамырымызды илейтін боламыз. Осылай видеодағындай қайталасаңыздар, тесталарыңыз өте әдемі болып, көтеріліп шығатын болады. Қамырымыздың жұмсақтығы осындай болуы қажет. Қолымызға кішкене жапсатындай болуы керек. Осыны енді үстінен салафанмен жауып қоямыз да, жылы матамызбен орап, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерде қойып қоясыздар. Міне мені қамырыма 1,5 сағаттай өтті. Осылай көтеріліп шығатын болады. Дәл осылай рецептпен жасасаңыздар күшті болып көтеріледі. Енді қамырымызды ыдысымыздан босатып, дастарханымыздың үстіне қоятын боламыз. Қамырымызды осылай қойып алғаннан кейін қолымызбен осылай қатты мыжбай айналдырып аламыз да, ортасынан бөліп, теңдей 8 или болмаса 10 бөлікке бөліп аласыздар. Мен осылай көз мөлшерімен теңдей етіп бөліп аламын. Егерде олай бөле алмасаңыздар, таразыға қойып бөліп алсаңыздар болады, теңдей етіп. Одан кейін бөліп алған қамырымызды дәл видеодағындай қайталап мен сияқты жасаңыздар. Астынан үстіне қарай қамырымызды осылай күршелеп аласыздар. Доп-домалақ етіп жасауларыңыз қажет. Сол кезде біздің бургеріміздің тестасы әдемі біркелкі болып көтеріліп пісетін болады. Осылай барлық 8 или болмаса 10 қамырымызды осылайынан жасап аласыздар.
Одан кейін табамыздың астын сұйық майымызбен майлап алып, осы қамырымызды салып шығасыздар. Қамырымызды салып алғаннан кейін духовкаға сразу пісірмейміз. Осылай салып алғаннан кейін үстінен салафанмен жауып аласыздар да, үстін жылы матамен жауып қоясыздар. Бір жарты сағат или болмаса 20 минутқа көтерілгенше қойып қоясыздар. Сол кезде бургерлеріңіз көтеріліп шығады. Міне осылай менің қамырларым жарты сағаттың ішінде осылай көтеріліп шықты. Енді үстінен жұмыртқамыздың сарысын осылай бір тегіс етіп жағып аламыз. Жұмыртқамыздың сарысын жағып алғаннан кейін қамырымыздың үстінен күнжітімізді осылай көп-көптен сеуіп шығасыздар. Сол кезде қамырымыз өте дәмді болып пісіп шығады және де дәмі де ерекше болатын болады. Бургеріміздің тестасын қысып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп аласыздар. Бірақ та әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің ыңғайлы уақытына қойып пісіріп алыңыздар. Және де піскен піспегенін арасында көріп тұрыңыздар. Осылай менің бургерімнің наны пісіп шықты. Өте жұмсақ болып пісіп шығады. Осылай жасаңыздар. Оқырмандар, егер де сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, маған міндетті түрде жазылып алыңыздар. Менің каналымда көптеген пайдалы рецепттер бар. Енді бургеріміздің фаршын дайындайтын боламыз. Мен осындай дайын тауықтың фаршын алып пайдаланып жатырмын. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сиырдың фаршында пайдалансаңыздар болады. Осылай фаршымды осылай домалақ ыдысыма салып алдым да, домалақ пішінді котлетімді жасап аламыз. Котлетімізді осындай пергаментный қағазымыздың үстіне жасайсыздар. Ол міндетті түрде солай жасауларыңыз қажет. Себебі котлеттеріңізді құртып алуларыңыз мүмкін. Осылайынан өздеріңізге ыңғайлы бір домалақ ыдысты алып аласыздар да, ішіне фаршты салып бір тегіс етіп жайып шығасыздар да, пергаментный қағазымызды осылай төртбұрышты етіп барлығын кесіп алып, котлетімізді осылай пішінге келтіріп аласыздар. Мінеки барлық котлеттерімді осылай пергаментный қағаздар бөліп жасап алдым. Мен осылай котлеттерімді нәсіл пешімде пісіріп алатын боламын. Осылай фарштарымды ыдысымызға салып аламын. Егер де сіздер газға пісіре алатын болсаңыздар, газға пісіріңіздер. Негізі духовкада пісірсеңіздер, котлеттеріңіз өзінің пішінін сақтап пісіп шығатын болады. Енді бургеріміздің ішіне жағатын соусын дайындаймыз. Осылай ыдысымызға кетчупымызбен және де майонезімізді салып, екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Мен осыны өзімнің арнайы соус құятын ыдысымның ішіне құйып жасап алдым. Ал сіздер өздеріңіздің кез келген ыдыстарыңыздың ішіне жасасаңыздар болады. Енді бургеріміздің ішіне салатын қызанағымызды домалақ етіп, бір келкі етіп турап аламыз.
Және де осындай салат листімізді жуып тазалап аламыз да артық жерлерін кесіп тастап дайындап қоямыз. Және де бургерімізге осындай өзіне арналған бургердің сырлары сатылады. Осыны пайдаланамыз. Одан кейін тұздалған қиярымызды осылай домалақ етіп, или болмаса сопақша етіп турап аласыздар. Менде осындай майда қияр болғандықтан осылай ұзын қылып етіп турап жатырмын. Егер де сіздер қиярларыңыз үлкен болса, домалақ етіп турайсыздар. Осылай жіңішке етіп турап дайындап қоямыз. Енді пісіріп алған бургеріміздің нанын осылай ортасынан бір тегіс етіп турап аласыздар. Енді қызып тұрған табамыздың үстіне осы турап алған нанымызды осылай төңкеріп, кішкене қызартып аласыздар. Одан кейін осылай котлетіміздің үстіне сырымызды қойып шығамыз да микроволновкада 1 минутқа қойып, кішкене ғана ерітіп аласыздар. Микроволновканы көп ұзақ уақытқа қойып жібермеңіздер, себебі сырларыңызды бүлдіріп аласыздар. Енді бургерімізді жинап бастаймыз. Осылай қамырын ең астыңғы бөлігін қоямыз да үстінен соусты сеуіп шығасыздар. Және де үстіңгі бөлігіне де осылай соусын жағып дайындап аламыз. Енді үстінен салат листімізді қоямыз. Кішкене ғана соус сеуіп жүрсеңіздер болады. Или сеппей қойсаңыздар да болады. Енді үстінен жаңағы ертіп алған сырымыз бен котлетімізді қоямыз. Үстінен тағы да соус сепсеңіздер болады, ол өз еркілеріңізде. Одан кейін турап алған қызанағымызды 1 данасын или болмаса 2 данасын саласыздар. Одан кейін тұздалған қиярларымызды бетіне қойып шығамыз. Енді бургеріміздің ең үстіңгі бөлігін бетіне қойып шығамыз. Осымен біздің бургеріміз дайын болады. Егер де түсінбеген болсаңыздар, қайтадан бір көрсете кетейін. Жақсылап қарап алып, үйреніп алыңыздар. Егер де сіздер бизнес бастай алмай жүрсеңіздер, осы бургерді менің рецептіммен жасап, дүкендерге, мектептерге өткізулеріңізге болады. Себебі бұл фастфуд өте тойымды және де дәмді болғандықтан тез өтіп кетеді. Оқырмандар, менің каналымның дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Және де комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді міндетті түрде жаза кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Сонымен қатар менің видеомды өз достарыңызбен бөлісіп, поделиться батырмасын басып жіберулеріңізге болады. Менің каналыма егерді тіркеліп алатын болсаңыздар, сіздерге алдағы уақытта өте көп рецепттермен бөлісіп отырамын. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахмет.
Осымен біздің үй жағдайында жасаған бургеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз, сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар. Сәлем оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында фри жасайтын боламыз. Ең алдымен картошкамыздың сыртын ашып, жақсылап жуып аламыз. Одан кейін осылай ұзынша етіп барлығын турап аламыз. Достар, видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп алыңыздар. Және де қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Турап алған картошкаларымызды салқын суға 2 рет жуып аламыз. Крахмалын кетіріп алуымыз керек. Сол кезде картошкаларымыз қытырлақ болып пісетін болады. Жуып алғаннан кейін картошкамызды осылай қағаз сүлгінің үстіне қойып, суын жақсылап кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан кейін кукурузный крахмалымызды сеуіп жақсылап араластырамыз. Содан кейін табамызға сұйық майымызды көбірек құйып, қатты қызып тұрған майымызға картошка фрейімізді салып қуырамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал сеуіп қуырыңыздар. Сол кезде фрейларыңыз қытырлақ болып пісетін болады. Майымызға фрейді көп қылып қуырмаңыздар, аз-аздан қуырып пісіріңіздер. Айтпақшы, жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, видеома комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, біздің фриімізді дайын болды. Осылай қызарып піседі. Осындай болған кезде ала бересіздер. Міне достар, біздің фриіміз дайын болды. Дәл осылай жасап көріңіздер. Жанына кетчуп или болмаса сырный соус қойып ұсына беруге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Үй жағдайында өте дәмді болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызды алып, үстіне жылы сүтімізді құямыз. 2 кесе болатындай сүт. Одан кейін үлкен қасықпен 2 қасық қантымызды саламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне 1 шай қасықпен тұзды қосамыз. Одан кейін үлкен қасықпен 1 қасық дрожжымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың жұмсақтығы қолымызға кішкене ғана жабысатындай болуы керек. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қолдау ретінде лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар.
Сонымен қатар қамырымызды елеп жатқанда ең соңында кішкене үлкен қасықпен 2 қасық болатындай сұйық майымызды құйып, қамырымызды елеп аламыз. Сол кезде қамырларыңыз күшті болып шығады. Міне осылай видеодағындай. Көріп тұрғаныңыздар осындай жұмсақта болуы қажет. Елеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы матамен орап қойыңыздар. Кішкене көтерілгенше. Менің қамырым көтеріп болғаннан кейін қамырымды 4 бөлікке бөліп осылай күшелеп қойдым. Одан кейін колбасамызды турап, сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Енді қамырымызды жұқалап, домалақ етіп жайып шығамыз. Және де табамыздың ішіне ұнымызды сеуіп шығамыз. Дәл осылай жұқалықта жайып алғаннан кейін табамызға салып аламыз. Одан кейін үстіне кетчупты құямыз. Және де майонезімізді құямыз. Содан кейін пиццамызға арналған приправамыздан қосамыз. Енді бетіне толығымен қамырдың жан-жағына дейін жағып шығатын боламыз. Турап алған колбасамызды рет-ретімен қойып шығамыз. Одан кейін 250 градуста қысып тұрған пешімізге 10 минуттай пісіріп аласыздар. Пиццамыз осылай 10 минутта пісіп шығады. Сол кезде үстіне сырымызды сеуіп шығамыз. Сырымызды 1-2 минутқа салып аласыздар. Кішкене ғана еруі керек. Если сіздер көп ұстап қойсаңыздар, сырларыңыз күйіп кететін болады. Дәл осылай сырымыз еруі қажет. Міне біздің үй жағдайында жасаған пиццамыз дайын болды. Дәл осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.